Украина учакны ишлеп чыгарган девлет оларак Русияда Ан-148 фелакетинин такыкатларында иштирак этежек. Буны Девлетлер ара учак комитетинин матбуат хизмети билдирем. Иш бу учак Воронеж заводында япылган эди. Онун хизмет этилмесинен Русия мутахассислары ограшайды. Киев Москва живарында казанын такыкаты үчүн темсилчи ве кеңешчилерини энди тайынлады. Учуш вақтында Ан-148 учағында бір шей янмаған еді. Патлав учақның түшмесінден сон янгырады деп білдіре Русия тақықат комитеті. Москва живарында қаза ерінде шындылық учақның сынық парчалары жейла. Құртаржылар учақның екі өзі язарыны да тапты. Лақырды әмде учуш параметрлеріні қайдеткен сойларыны. Олар шынды инжеленмекте. Хатыратамыз кеченлері Саратов ава хатларының Ан-148 учағы Домодедово ава лиманынан учып чықмасындан соң 4 даққа кечкенде қазаға Учақ Оренбург вилайеті Орск шәріне чыққан еді. Учақта олған 71 инсан элак oldu.